жазылған ба? 9-шы тақырып бізде 198-ші бетте мүшелер жүйесін таңдау бір әрекетіміздің Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақты бастамас бұрын мына суреттерге зер салсақ, бұл жерде ненің суреттері көрініп тұр? Таныс суреттер ме? Бұл бізде организм даму сатысы, яғни туғанға дейінгі даму сатысы. Біз бұрынғы сабақтарда өткен болатынбыз, жалпы таныс ұғымдар, эмбриогенез, постэмбриогенез дегеніміз. Бұл жерде эмбриогенез, яғни туғанға дейінгі даму сатысы көрсетілген. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 49-шы параграф, мүшелер жүйесінің дамуы, эмбриогенездің сатылары. Мүшелер жүйесінің дамуы, эмбриогенездің сатылары. Жалпы ұрықтану бұл аналық және аталық жыныс жасушаларының қосылу үдерісі нәтижесінде жаңа ағзаның бастамасы болып табылатын бір жасуша түзіледі. Нәтиже ұрықтанған жұмыртқа жасуша немесе зигота болады. Естеріңізде болса, жаңағыны айтқандай, ағзалардың жеке дамуы эмбриогенез және постэмбриогенез деп екіге бөлінеді. Эмбриогенездің негізгі сатыларында қарайтын болсақ, ол бізде бірнеше сатыдан тұрады, яғни біріншіден бірнеше сатыны біз бөліп айтуымызға болады. Ол бізде ұрықтану, яғни зигота, бөлшектену, бластула, гаструла, нирула, органогенез сатылары деген сияқты. Бұл жердің барлығында даму процесі жүреді. Ағзалардың көптеген түрлерінде ұрықтанғаннан кейін зигота белсенді түрде митоз жолымен бөліне бастайды. Осылайша көп жасушалы ұрық түзіледі. Бұл құбылыстың нәтижесінде пайда болған жасушалар өсіп үлгермейді. Жасушалардың саны артқанымен де олардың жалпы салмағы зиготаның салмағынан айырмашылығы болмайды. Бұл бөлшектену сатысы деп аталады. Келесі, бізде бластула сатысы. Яғни бластула дегеніміз зиготаның бөлшектенуі нәтижесінде пайда болған жасушаларының мөлшері бірдей көп жасушалы ұрық. Келесі, гаструла. Гаструла дегеніміз ол ұрық жасушасында түрлі қабықшалардың пайда болу сатысы. Бұл кезде жасушалар бір-бірінен ерекшелене отырып, жасушалардың екі қабығын түзеді. Гаструланың ерте сатысы дегеніміз екі қабатты ұрық. Бұл екі қабатты ұрықтан кейін соңғы сатысы ол бізде үшінші қабат түзіледі. Ең басты екі түрлі ұрық жапырақшасы түзіледі. Ол бізде сыртқы қабаты және ішкі ұрық жапырақшалары. Сыртқы ұрық жапырақшасы ол эктодерма, ішкі ұрық жапырақшасы ол энтодерма. Содан кейін біртіндеп үшінші ұрық жапырақшасы мезодерма түзіледі. Бұл бізде соңғы гаструла деп аталады, яғни үшінші қабатты ұрық. Бірнеше жасушалардың бөлінуінен ми мен жұлынның бастамасы жүйке түтігі пайда болады. Бұл нирула сатысы деп аталады. Жалпы жануарлардың ұрығы бізде үш ұрық жапырақшасынан тұрады. Мына жерде жаңағы эмбриондық даму кезеңі, одан кейін бөлшектену, жеке-жеке көрсетілген гаструла, нирула, және мына слайдқа мән беріп қарайтын болсақ, бұл жерде ұрық жасушасының сыртқы ұрық жапырақшалары көрсетілген. Яғни бізде үш қабаттан тұрады деп айтып өттік. Ол сыртқы эктодерма қабаты, ортаңғы мезодерма қабаты және соңғы ол ішкі қабаты, ол энтодерма қабаты. Ұрықтың әр ұрық жапырақшасынан белгілі бір мүшелер тобы түзіледі. Мысалы, сыртқы эктодерма тері,
тер мен май бездері, шаш, тырнақ, жануарлардың тұяғы мен мүйіздері, жүйке жүйесі және рецепторлар, барлық сезім мүшелері түзіліп отырады. Көздің көз бұршағы деген сияқты, ауыздың және тік ішектің шырышты қабаты, бұның барлығы эктодерма қабатында. Келесі ортаңғы қабат ол бізде мезодерма. Мезодерма бұл жерде түзіледі бұлшық еттер, қаңқа сүйектері, сіңірлер, шеміршектер, буындар, жүрек қан тамыры, қан, зәр шығару және жыныс мүшелері жүйесі түзіледі. Сонымен қатар ас қорыту және тыныс алу, сонымен қатар дерма, тірек қимыл аппараты, сүйектер, шеміршек бұлшықеттер, жаңағы айтып өткенде қан айналым және лимфа жүйесі, жыныс мүшесі, зәр шығару жүйесі осы мезодерма қабатында түзіледі екен. Соңғы үшінші қабат, яғни ішкі қабаты, ол бізде ішкі ұрық жапырақшасы, ол бізде энтодерма деп аталады. Энтодерма ас қорыту жүйесі, тер бездерінен басқа бездердің барлығы, өкпе және басқа да тыныс алу мүшелері түзіледі. Несебағардың эпителийі, ас қорыту бездері, оның ішінде бауыр мен ұйқы безі, қалқанша және қалқанша маңы бездері, тыныс алу жүйесі, ас қорыту жүйесі осы энтодерма қабатында түзіледі екен. Сонымен бұл тақырыпта біздің өткеніміз туғанға дейінгі даму кезеңі эмбриогенезге толықтай тоқталдық. Олай болса, қазір тапсырма орындайық. Кітаптарыңыздан жазып алуларыңызға болады. Эмбриогенездің сатыларын, яғни зигота, мына тұрғанды да жазуға болады. Ұрықтану сатысы деп немесе зигота, бөлшектену, бластрула, гаструла, нерула, органогенез деген сияқты сызбаны өздеріңізге түсіріп алсаңыздар болады. Тақырып бойынша тапсырма орындайық қазір. Бұл жерде тақтада көрініп тұр ғой, көріп отырсаңыздар, екі қатар көрсетілген, яғни сәйкестендіру. Нерула сәйкестендіру керек, бластуланы, органогенезді өздеріңіз асықпай оқып отырып, келесі қатардан дұрыс жауабын айтсаңыздар, мен бұны сәйкестендірейін. Албақыр мектебі, сіздер микрофон сөндіріп отырсыздар. Үлкен қоясыздар ма? Бес экранға қысқаran. Ал? Үлкен бес экранды басасыз ба? Аха. Қатын ба? Не болған қасың? Қайсы, оны қайсысын білесіздер, соны айта берулеріңізге болады, бірақ негізінде. Бөлшектену нәтижесінде пайда болған. Нерула ма? Бластула. Нерула, осымен, алып көрейін. Қате болды. Келесі. Бластула дұрыс болды. Аха. Гаструла. Анасының дұрыс. Ұрықтар жасында түрлі қабышағы пайда болу сатысы. Бұл бізде? Гаструла. Гаструла. Өте дұрыс. Келесі? Нерула. Нерулада жаңа біз айтқан болатынбыз, яғни гаструладан кейін не пайда болады дедік, бұл жерде жүйке түтігі пайда болады деген біз, ендеше бұл жерде жүйке түтігі туралы айтылған қай қатар? Нерула
Бірнеше жас Аха, бірнеше жасушалардың, иә, бұл жерде ми мен жылының бастама жеке түтігінің пайда болуы жарайсыздар. Келесі, органогенез. Бұл бізде ең соңғы саты. Ол жерде не пайда болды? Ең соңғы сатыда бізде ең соңында барлық жаңағы қабаттар пайда болды, одан кейін барып жеке түтіктері пайда болды, сосын оларда Мүшелердің дамуы. жарайсыздар, мүшелердің дамуы. Соңғы гаструла, мен жаңа гаструланы да үшке бөлдім, иә, екіге бөлдім. Білетіндеріңізді айта беріңіздер, кезек-кезек бөлшектенуді айтуға болады. Соңғы гастрол үшінші. Аха, дұрыс. Аха. Гастроланың өзінде екі қабат пайда болады дедік та, соңғы гастрола дегеніміз ол үш қабатты ұрық дегенбіз, яғни бұл бізде соңғы гастрола үшінші ұрық жапырақшасы мезодерманың түзілуі. Келесі. Эмбриогенез сатылары өте оңай ғой, жаңағы кітапта тұр, ең бірінші сызбамыз сабақтың басында өтіп өттік қой. Эмбриогенез бізде. Яғни эмбриогенез сатылары жіктеліп жазылып тұр. Келесі. Екеуі қалыпты, бөлшектену және гастроланың ерте сатысы. Қайсын білесіздер, айтсаңыздар, келесінің жауабы шыға береді өзі. Бөлшектену табуға болады. Ол жерде айтылған, яғни ол жасуша бөлшектенеді, бірақтан да оның саны көбейгенмен, оның салмағы несі өзгермейді деп. Мысалға алатын болсақ, көмір мен бордың үлкен кесегін майдалағанмен бірдей деп. Дәл осындай жауап бұл жерде де бар бөлшектенуде. Бөлшектену ұсақ бөлшектерінің саны артқанымен, олардың салмағы бастапқы үлкен кесегінен айырмашылығы болмайды. Жақсы. Сонда гастроланың ерте сатысы бізде болды сыртқы ұрық жапырақшасы эктодерма және ішкі ұрық жапырақшасы энтодерманың түзілуі. Жарайсыңдар. Жақсы. Мені кішкі тамақ olmadı. Келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма бізде мына жерде мүшелер жүйесінің даму эмбриогенез сатылары, яғни Wordful'да әдемі тапсырма бар екен. Қазір мен кетейін. Бұл жерде, яғни эмбриология, мына жерде анықтамасы көрсетілген, жауабын айтып отыру керек. Жауаптар қайталанып келе береді, үлгермесеңіздер. Эмбриология қайсыны таңдайық? Айтыңыздар, организмнің жеке дамуы, үш қабатты ұрық, организмнің жеке дамуы дейді, жеке түтігі сатысы, көп жасушалы, организм ұрығының дамуын зерттейтін ғылым. Эмбриология, яғни ғылым дегеніміздің өзі, ғылым деп тұрғаннан кейін, организм дамуын зерттейтін ғылым бұл. Эмбриология ғылымының негізін салған ғалым. Ойбай. Мен мұнаны алып үлгермедім, мұнаны соғылып жатыр. Жауап естілмейді. Басқа мектепте неге қосылмайды?
Тұрған мектептер. Иә, жауап. Аяқталып қалды, иә, екен қайта соғылдық. Қазір тағы қайтадан бастайық. Бірнеше сұрақтар бар. Бұл жаңағы эмбриология. Бұл бізде организм ұрығының дамуын зерттейтін ғылым тұғын. Қазір жауабы шықсын. Өткен жауап деген жауабы. Эктодерма дегеніміз жаңа 3 ұрық жапырақшасы. Қай қабат бұл? 3 қабатты. Иә, соның қай қабаты? Ортаңғы қабаты, ішкі қабаты, немесе сыртқы қабаты? Жауаптар болу керек. Көп қабатты ұрық дейді. Бұл, дұрыс жауабы. Эктодерма ол бізде ұрықтың қандай қабаты? Сыртқы қабаты, иә? Мен өзім соқ қойдым. Келесі гаструла. Ал жауап айтыңыздар, мен мана соққызбай ұстап отырайын. Гаструлада не істейді? Иә, жауап айтыңыздар. Кез келген жауабын біліп тұрғандарыңызды айта беріңіздер. Көрейік, болмаса қате болады да, келесі жауабына іздейміз. Иә, қателесуге болады. Келесі сұрақ келеді ғой. Кәнеке. Гаструла дегеніміз көп жасушалы ұрық, жеке тітігі сатысы, 3 қабатты ұрық. Қапшының пайда болуы. Қайсы? Бір жауабын айтыңыздар, мен сол жауапты күтіп сосын. Қапшының пайда болуы сатысы. Пайда болу сатысы. Қазір ол жауапты көрейік. Қазір шығады қайтадан, жеке тітігі дейді. Жоқ, қазір. Сіз айтқан жауапты көрейік. Енді жауабын айтыңыздар сіз. Жасушалардан түрлі Жеке тітігі болмады. Байқамай қалдық, иә, қай жауап екен. Жақсы, апай, уақыт болды. Ары қарай жалғастырасыз ба? Жақсы оқушылар, сау болыңыздар. Сабақты ары қарай апайларымыз жалғастырады. Кітапташыңыздар. Здесь метр